Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 15 сабағымыздың тақырыбы ю әріпінің жазылуы. Бүгінгі сабақта ю әріпі бар сөздерді сауатты жазуды үйренетін боламыз. 60 жаттығуда Талғат Бигелдиновтың мәтіні берілген. Мәтінді түсініп оқиық. Тақырыбы парашют. Парашютпен ұшақтан секіруге құмар болдым. Ол үшін әуелі парашютпен мұнарадан секіріп үйрендім. Содан кейін ұшақтан секіруге талпындым. Бір күні таңертең беліме парашют байлап, ұшаққа міндім. Ұшақ жерден биікке көтерілді. Қорыққаннан жүрегім дүрс-дүрс соқты. Мен секіруге әзірленіп, ептеп ұшақтың қанатына шықтым. Сол кезде ұшқыш қолын көтерді. Ұшақтың қанатынан төмен қарай секірдім. Аздан кейін бір ауылдың қасына келіп түстім. Мәтінге қатысты тапсырмаларды орындайық. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтінде автордың ұшақтан парашютпен қалай секіруді үйренгендігі туралы айтылған. Келесі тапсырма: мәтіннің алғашқы 3 сөйлемін көшіріп жаз. Ю әрпі бар сөздің астын сыз. Парашютпен ұшақтан секіруге құмар болдым. Ол үшін әуелі парашютпен мұнарадан секіріп үйрендім. Содан кейін ұшақтан секіруге талпындым. Мінеке алғашқы 3 сөйлемін әдемілеп дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Және ю әрпі бар сөздердің астын сызып қоямыз. Ол сөздер парашютпен деген бірінші және екінші сөйлемдегі сөздердің астын сызып қоямыз. Жалғастырамыз. 61 жаттығуда сурет берілген. Суретке қарап гимнастикалық жаттығу жасау кезінде не істеу керектігін айт. Гимнастикалық жаттығу жасау кезінде ең әуелі ыңғайлы киім кию қажет. Екінші, денені қыздырып алу қажет. Ол үшін жүруден бастау керек. Келесі, түрлі қимылдар, түрлі іс-әрекеттер жасау керек. Бірінші суретте алдыға еңкею, одан кейін артқа еңкею арқылы 4 рет жасау. Екінші суреттегі белді оңға және солға айналдыру қажет. Ал үшінші суретте бір қолды белге қою арқылы екінші қолды жоғары көтеріп, кезекпен жаттығуды жасау керек. Келесі тапсырмада сөздердегі көп нүктенің орнына и, у, ю әріптерінің тиістісін қойып көшіріп жаз. Шалқаю, еңкею, қисаю, жантаю. Бұл жерде сөздердің барлығында ю әріпі жазылады, ал естілетін кезде и, у әріпі естіледі. Бұл жаттығуларды қай сабақта үйрендің? Бұл жаттығулар дене шынықтыру сабағында үйрететін жаттығулар. Келесі ережені мұқият есте сақтап алайық. Сөздегі и әріпінен соң у жазылмайды, ю жазылады. Мысалы, кию, қию, жию. Келесі 62 жаттығуда сызба берілген. Сызбадағы сөздерге ортақ әріпті тауып оқы. Неліктен сол әріпті қойғаныңды дәлелде. Есею, көбею, тыңаю, сарғаю. Барлық жерге де ю әріпі жазылады. Келесі 63 жаттығу: сәйкестендір. Берілген суреттердегі жануарларды жанындағы жазулармен сәйкестендіруіміз қажет. Аю ақырады, мысық мияулайды, мысық пырылдайды, ал күшік шәуілдейді. Мінекей, осындай әр жануардың өзінің шығаратын дыбыстары болады. Сол дыбыстар арқылы біз сәйкестендірдік. Жалғастырамыз. 64 жаттығуда жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрастырып жазыңдар деген тапсырма берілген. Жоспарда бірінші хайуанаттар бағына саяхат туралы жазуымыз қажет. Екінші хайуанаттар бағында қызықтарды. Үшінші саяхаттың әсері. Оған бізге қажетті тірек сөздер балалар, саяхат жасау, маймыл, піл, керік және қуану деген сөздерді пайдалану арқылы жазатын боламыз. Мәтіннің тақырыбы: хайуанаттар бағында. Балалар демалыс күні хайуанаттар бағына саяхат жасады. Олар ол жерден маймыл, піл, керік және басқа да жануарларды көрді. Хайуанаттар бағында балалар маймылдардың тал басында секіргендерін, керіктің мойны үлкен екенін көрді. Одан кейін кезекпен пілдің үстіне отырып серуендеді.
оларға тамақ беріп, суретке түсіп қызықтады. Балаларға хайуанаттар бағына саяхат жасау ерекше әсер етті. Оларға саяхат қатты ұнады. Мінекей оқушылар, әңгімені біз жоспар бойынша жазып шықтық. Ал енді оқушылар, бүгінге осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.